Айдар-шашқа не үшін айдар той беріледі? Айдар той ол қандай той? Айдар-шаш һәм айдар той хақында нелерді білеміз? Қарақалпақларда ұл перзент, базада қыз балаларға да қойылатұғын айдар-шаштың қандай мәнісі бар? Не үшін оған арнап қарақалпақлар айдар той өткереді? Бүгінгі видеомызда осылар хақында сөз етеміз. Қарақалпақ халқының тұрмысында шаштың қасиетіне байланысты көптеген түсініктер бар. Осы текарда ұл балаға айдар, кекіл қойылады. Сондай-ақ шашқа айрықша күтім талап етіледі. Себебі адам жанның бір бөлегі шашта болады деген түсінік бар болған. Шаш өсіп кетсе, яки құстың аузына түссе, адамның басы ауырады, кеселікке ұшырайды деген әр түрлі ырымдар бар. Сол үшін шашты әр жерге шашып тастау қадаған етілген. Шаш күтімі үшін һәм оны алдырудың өз қағидалары бар. Мәселен, қыз баланың шашын анасы, кемпір апасы күтіп қарайды. Ал ұл баланың шаш күтіміне һәмме жауапкер. Атыбарлы тареп сонда қарақалпақларда шаш өсіру һәм оны салтанатлы түрде алдыру дәстүрі бар. Бұл дәстүрлердің текарғылары айдар той, кекіл той, тұлымшақ той. Айдар той әулетті давам еттіруші ұл балаға беріледі. Бұл той ең жәметшіліктің басын қосатуын ең үлкен һәм ұлы той болып табылады. Осы орында сұрау туылады. Айдар-шаш қандай себеплер менен өсіріледі ямаса қойылады? Біріншіден, ұзақ уақыт давамында перзентлі бола алмай ұл балалы болғанда. Ал екіншіден, перзенті тұрмай келген үйдің ұл баласына айдар-шаш қойылған. Үшіншіден, көп қыздан кейін ұл перзентлі болса. Төртіншіден, балаға көз тимесін, ұзақ өмір берсін, батыр болсын деген мәнісілерде шаш өсірген. Және бір себебі бар, егер бала туылғанда төбесінде бір ұйым шаш пенен туылса, оғанда айдар-шаш қойылған. Айдар той бала 5 яки 7 жасқа шыққанда беріледі. Дәстүрге бола айдар тойда балаға арнаулы киімдер кидіріледі, һәм айдар шашы өріледі. Баланың айдары әр қилы моншақлар, қасыл таслар һәм зерлі жіплер менен безетіледі. Бала тойға жиналғанлардан айланып шығып, ортаға төселген киіздің үстіндегі орылыққа отырады, һәм сол жерде дайыларының бірі келіп, жиеніне тілек айтып айдар шашты алады. Айдар шаш алынғаннан кейін жақсы тілегін айтып, басына қалпақ кидіріледі. Қолына қамшы ұстатып, дайылары алып келген атқа міндіріп, тойхананы айландырып жүреді. Айдар шаш ақ тауарға түйіліп, анасына тапсырылады. Солай етіп, той салтанатлары давам етеді. Хабарлайн каналынан алдағы уақытларда жаңалықтар күтің. Бізді тамашалауды давам етің.